Баршаңызға сәлем достар. Қазіргі таңда хит болып жатқан Түркия елінің тағамы махлюбені жасайтын боламыз. Дәмі ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай тағамдардың бірі. Кез келген адам жасай алады. Яғни ең алдымен керек көкөністерімізді, сәбізімізді қуырып аламыз осылай. Екі жағы да қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Екінші жағын осылай аударып, сәбізімізді осылай сүзіп алып, бір тарелкаға салып аламыз. Картопымызды да барлығын осылай қуырып аламыз. Онда осылай сүзіп аламыз. Және де етімізді де жақсылап осылай қуырып аламыз. Етті молырақ қосыңыздар, өйткені қуырғаннан кейін етіңіз кішкене болып қалады екен. Мен осылай аз қосып қойдым. Бірақ сіздер көптеу қылып салыңыздар, сол кезде бетінде көп болып, әдемі болып көрініп тұрады. Мен осылай қуырғаннан кейін етімізді де алып қоямыз. Және күрішімізді жақсылап жуып, тұз сеуіп, араластырып, осылай майға қуырып аламыз. Күрішті өздеріңіз енді адам санына байланысты көп қылуға болады. Мен осылай аз қылып салдым. Күрішті көп қатты қуырмаймыз, кішкене ғана қуырып аламыз. Және қазанымызға кішкене май қалдырып, түбіне пиязымызды осылай астына салып шығамыз. Ет жабысып қалмау үшін пияз саламыз бірінші. Пиязымызды салып болғаннан кейін үстіне етімізді орналастырамыз. Және сәбізімізді және картопымызды осылай орналастырып шығамыз. Және үстіне күрішімізді саламыз. Қазандарыңыз негізі кішкентай болғаны дұрыс. Менде кішкентай қазан болмағандықтан осы қазанға әзірледім. Және суыңызды күріштің бетінен кішкене асып тұрса болды. Мен 2 стакан су құйдым. Және осыны бұқтырып, аузын жауып қоямыз піскенге дейін. Міне осылай бір үлкен легенге аударып, жанына қалауларыңызша, яғни кез келген салаттан қойсаңыздар болады. Мен осылай әсемдедім. Және шетіне міндетті түрде айран қоясыздар. Дәмі ерекше болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады. Ал бізге аз болсын, достар. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахметімді айтамын.